Армысыздар, құрметті көрермендер. Арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге жүректі тербететін, өмірден алынған тағдырлы оқиғаны ұсынамыз. Айсұлу дүниеге келгенде бүкіл отбасы қуанған еді. Әсіресе анасы Күләш қызын құшағына алып, қызымның өмірі менікінен жақсы болсын деп армандайтын. Алғашқы жылдары олардың отбасы жаман тұрған жоқ. Әкесі Ержан жұмыс істейтін, үйіне азық-түлік әкелетін. Бірақ уақыт өте келе оның өміріне ішімдік араласты. Бастапқыда мереке сайын ғана ішетін, кейін достарымен жиі отырып қалатын болды. Сонында ішімдік оның күнделікті серігіне айналды. Күләш қанша ескерткенмен күйеуі тыңдамады. Керісінше, ашуланып үйде ұрыс шығаратын болды. Айсұлу кішкентай болса да бәрін көріп өсті. Әкесі мас болып келген сайын төсегіне тығылып жылайтын. Бір күні әкесі үйдегі теледидарды сатып жіберді. Келесі жолы тоңатқыш жоқ. Ішімдік үшін үйдегі бар дүниені өткізе бастады. Күләштан атпай жұмысқа кетіп, кеш батқанда әрең оралатын. Бірнеше жерде жұмыс істесе де, тапқан ақшасы балалардың тамағы мен киімінен атылмайтын. Жылдар өте берді. Мектепте Айсұлу өте жақсы оқыды. Мұғалімдер оны мақтайтын, бірақ ешкім оның үйіндегі ауыр өмірін білмейтін. Құрбылары жаңа телефон алып мақтанғанда Айсұлу үнсіз қалатын. Себебі олардың үйінде кейде нан алуға ақша болмайтын. Бір күні сабақтан келгенде анасының үнсіз жылап отырғанын көрді. «Анашым, не болды?» деді қызы. Күләш көз жасын сүртіп: «Ештеңе емес, қызым, бәрі жақсы болады» деді. Бірақ оның даусы дірілдеп тұр еді. Сол түні Айсұлу ұйықтай алмады. Терезеден аспанға қарап жатып, қашан біздің үйде тыныштық болады деп ойлады. Арадан бірнеше жыл өтті. Мектепті үздік бітірген Айсұлу қалаға оқуға түсті. Анасы бар ақшасын жинап, қызын шығарып салды. «Қызым, сен тек бақытты болшы», деді Күләш. Қалаға келген Айсұлу жаңа өмір бастағандай сезінді. Ол оқуға барып жүрді, жұмыс істеп анасына көмектесуге тырысты. Сол кезде оның өмірінде Дәурен деген жігіт пайда болды. Жігіт өте сыпайы көрінді, әдемі сөйлейтін, Айсұлудың жағдайын түсінетіндей әсер қалдырды. Алғаш рет қыз өзін бақытты сезінді. Бала күнінде көрмеген жылулықты осы жігіттен тапқандай болды. Дәурен күнде хабарласатын. «Сен ерекше жансың» дейтін. «Мен сені ешқашан ренжітпеймін» дейтін. Айсұлу оған сенді, бар жүрегімен сенді. Айсұлу Дәуренді өміріндегі ең сенімді адам деп санады. Күн сайын сөйлесіп, болашаққа жоспар құратын. Тіпті екеуі шағын үй алып, бақытты отбасы боламыз деп армандайтын. Күләш анада қызының қуанышын көріп тәуба етті. Қызымның бағы ашылса екен деп тілейтін. Бірақ өмірдің өз жоспары бар еді. Бір күні Дәурен Айсұлудан ақша сұрады. «Аз уақытта ғана керек, кейін қайтарамын» деді. Айсұлу сенді, бар жинаған ақшасын берді. Кейін тағы сұрады, тағы берді. Сөйтіп жүргенде қыздың бірнеше айлық еңбегін жиналған қаражатын түгел таусылды. Бірақ ол бұған өкінбеді, себебі сүйген адамына көмектесіп жатырмын деп ойлайды. Бір күні Дәуреннің телефоны өшіп қалды.
Айсұлу бір күн күтті, 2 күн күтті, 1 апта өтті, хабар жоқ. Қоңырау шалса жауап бермейді, хабарлама жіберсе оқылмайды. Қыздың жүрегі үрей билей бастады. Ол Дәурен жұмыс істейтін жерге барды. Сонда күтпеген шындықты естіді. Мұнда ондай адам жұмыс істемейді деп қызметкерлер шығарып салды. Айсұлу аң-таң болды. Кейін оның досы арқылы тағы бір шындық белгілі болды. Дәурен бұрыннан бірнеше қызды алдап жүрген екен. Әдемі сөзбен сендіріп, ақшаларын алып кететін болған. Сол сәтте Айсұлудың әлемі қирағандай болды. Үйіне келіп ұзақ жылады. Өмірінде алғаш рет өзін соншалықты жалғыз сезінді. Күләш ана қызының даусынан бәрін түсінді. Телефон арқылы сөйлескенде қыздың жылағанын естіп, «Қызым, не болды?» деді. Сонда Айсұлу шыдай алмай бәрін айтып берді. Күләштің де жүрегі ауырды. Өйткені қызы дәл өзі қорыққан жағдайға тап болған еді. Бірнеше күн бойы Айсұлу бөлмеден шықпайды. Тамақ ішпеді, ешкіммен сөйлеспеді. Кейде терезеге қарап ұзақ отыратын. Ал ауылда Күләштің жағдайы күннен күнге қиындап бара жатты. Ержан ішімдікті бұрынғыдан да көп ішетін болды. Үйге келіп айқай шығаратын. Бір күні ашумен ыдыстарды сындырып тастады. Күләш үнсіз жылады. Сол түні әйелдің жүрегі қатты ауырды. Бірақ ол ауруханаға бармады. Өйткені ақша жоқ еді. Ол тек қызы үшін өмір сүріп жүргендей болатын. Қызым аман болсын деп дұға етті. Алайда алда оларды бұдан да ауыр сынақ күтіп тұрған еді. Күләш ана күннен күнге әлсірей бастады. Бірақ ол ешкімге білдірмеуге тырысты. Таңертең жұмысқа кетеді, кешке шаршап келеді. Үйде болса күйеуінің айқайы күтіп тұрады. Бір күні жұмыста жүргенде кенеттен көзі қарауытып жерге құлап түсті. Әріптестері жедел жәрдем шақырды. Дәрігерлер тексеріп болған соң, сізге міндетті түрде емделу қажет деді. Бірақ Күләштің ойында бір ғана нәрсе болды, ол қыз еді. Сол күні кешке Айсұлуға хабарласты. Даусы әлсіз шықты. Қызым, жағдайың қалай? Жақсы, анашым. Мықты болшы. Айсұлу анасының біртүрлі сөйлеп тұрғанын сезді. Анашым, сізге не болған? Ештеңе емес, қызым. Бірақ ана жүрегіндегі ауырлықты жасыра алмады. Келесі күні Айсұлу ауылға қайтуға шешім қабылдады. Үйге келгенде анасының қатты жүдеп кеткенін көріп шошып кетті. Баяғы күлімсіреп жүретін ананы бірден қартайып кеткендей еді. Қыз құшақтап жылап жіберді. Анашым, неге айтпадыңыз? Күләш көз жасын сүртті. Сенің де қайғың жетеді ғой, қызым. Осы кезде үйдің есігі тарс етіп ашылды. Ішке тағы да мас күйінде Ержан кірді. Қолында бөтелке, аяғы әрең басып тұр. Қызын көріп, келдің бе? Деді. Айсұлу үндемеді. Жылдар бойы жиналған өкпе жүрегін жарып бара жатты. Бізді неге осындай өмірге салдыңыз? Деді кенет. Үй іші тып-тыныш болып қалды. Неге анамды жылаттыңыз? Неге біздің балалығымызды ұрладыңыз? Неге? Ержан алғаш рет қызының жан айқайын естіді. Бірақ жауап бере алмады. Бас төмен түсіп кетті. Сол түні ол жалғыз отырып көп ойланды. Өмірінде бірнеше рет өткен
өміріне көз жүгіртті. Бір кезде жақсы әке болғысы келгенін есіне алды. Бірақ ішімдік оның өмірінде де, отбасында да құртып жіберген еді. Арада бірнеше күн өтті. Бір күні Ержан тағы да ішімдік ішіп көшеде келе жатқан. Кенет алдынан жүк көлік шықты. Адамдар айқайлап үлгергенше Ержан жол шетіне ұшып түсті. Жедел жәрдем келіп ауруханаға алып кетті. Дәрігерлер оның жағдайы ауыр екенін айтты. Бұл хабарды естіген Күләш пен Айсұлу да жетті. Аурухана төсегінде жатқан Ержан бұрынғыдай емес еді. Әлсіз, көзіне жас алған. Ол қызын шақырды. Айсұлу, қызы жақындады. Кешірші мені. Осы сөзді естігенде қызының жүрегі шым етті. Өйткені ол бұл сөзді өмір бойы күтті. Мен сендерге жақсы әке бола алмадым. Анаңды да бақытты ете алмадым. Көзінен жас ағып жатты. Күләш те үнсіз жылады. Жылдар бойы айтылмаған сөздер сол аурухана бөлмесінде айтылып жатты. Бірақ тағдыр оларды тағы бір үлкен сынаққа дайындап қойған еді. Ауруханадағы сол түн ешкімнің есінен кетпеді. Ержан төсекте үнсіз жатты, ал Күләш пен Айсұлу оның жанында отырды. Бір кезде Ержан ауыр күрсініп, егер тағы бір мүмкіндік берілсе, бәрін өзгертер едім, деді. Күләш көз жасын тыя алмады. Өйткені бұл сөздерді ол жылдар бойы күтті, бірақ уақыт кері айналмайтын еді. Бірнеше апта ем алғаннан кейін Ержан үйге оралды. Дәрігерлер оған қатаң ескерту жасады. Егер тағы ішімдік ішетін болсаңыз, өміріңізге қауіп төнеді. Бұл жолы Ержан шынымен қорықты. Өлімнің қаншалық жақын болғанын сезінді. Содан кейін біртіндеп өзгеруге тырысты. Үйге көмектесе бастады. Аула тазалады, шаруамен айналысты. Бірақ күн өткен сайын күйеуінің өзгеріп келе жатқанын көрді. Айсұлу да қайтадан қалаға оралды. Оқуын жалғастырды, жұмыс істеді. Өмірін қайта құруға тырысты, бірақ жүрегіндегі жара әлі жазылмаған еді. Кейде түндері Дәурен есіне түсіп кететін. Сонда өзіне, енді ешкімге сене алмаймын дейтін. Бір күні жұмыстан қайтып келе жатқанда автобус аялдамасында егде жастағы әйелдің құлап қалғанын көрді. Адамдардың көбі қарап өте шықты. Ал Айсұлу жүгіріп барып көмектесті. Жедел жәрдем шақырды. Әжені үйіне дейін жеткізіп салды. Сол күннен кейін әлгі әже қызға ерекше алғыс айтты. Кейін белгілі болғандай ол қаладағы беделді ұстаздардың бірі екен. Әже Айсұлумен жиі сөйлесіп тұратын. Оның өмір тарихын тыңдады. Сонда бір күні, қызым, басыңнан өткен қиындық сенің өміріңнің соңы емес, басы ғана, деді. Бұл сөз Айсұлудың жүрегіне қатты әсер етті. Сол күннен бастап ол өзгере бастады. Өзіне сенім қайта оралды. Жаңа мақсаттар қойды, жаңа армандар ойлады. Ал ауылда Күләш пен Ержанның өмірі де біртіндеп түзеліп келе жатты. Бірақ тағдыр тағы бір ауыр сынақ дайындап қойған еді. Бір күні кешке Күләштің денсаулығы кенет нашарлап кетті. Жүрегі қатты қысып дем ала алмай қалды. Жедел жәрдем келіп, оны ауруханаға алып кетті. Дәрігерлер тексеріп болған соң ауыр диагноз айтты. Бұл хабарды естіген Ержанның аяғының астынан жер кеткендей болды. Өйткені енді ол ең қымбат адамын жоғалтып алудан қорқты. Бұрын отбасы үшін қорықпаған адам енді түні бойы көз іле алмады. Айсұлу да ауылға жеткенше жылап келді. Ауруханаға кіргенде анасының әлсіз күлімсірегенін көрді. Күләш қызының қолынан ұстап, қызым, қандай жағдайы?
болса да берілме деді. Осы сөздерді естігенде Айсұлудың көзі жасқа толды. Аурухананың ақ дәлізінде Ержан мен Айсұлу үнсіз отырды. Екеуінің де ойы бір жерде еді, ол Күләш. Дәрігерлермен жасап жатқан уақыт өте баяу өтетіндей көрінді. Бірнеше сағаттан кейін дәрігер шығып, қазір жағдайы тұрақты, бірақ қатты күтім керек деді. Екеуі бірден палатаға кірді. Күләш әлсіз болса да күлімсіреуге тырысты. Біраз үнсіз жатқан соң, мен сендерге бір сыр айтуым керек деді. Айсұлу мен Ержан бір-біріне қарады. Күләш терең дем алды. Осы жылдардың бәрінде мен сендер үшін өмір сүрдім. Кейде шаршадым, кейде жыладым. Бірақ сендерді тастап кеткім келмеді. Көзінен жас сырғып түсті. Қызым, сен кішкентай кезінде қатты ауырып қалғаның есіңде жоқ шығар. Дәрігерлер үміт аз деген еді. Сол кезде мен күнде дұға жасап, қызым аман қалсын, өмірімді алсаң да ризамын деп жыладым. Айсұлу анасының қолын қысып ұстап тұрды. Жүрегі езіліп бара жатты. Ал Ержан үнсіз басын төмен салды. Өйткені осы жылдардың бәрінде әйелінің қандай азап көргенін енді ғана толық түсінгендей болды. Күләш сөзін жалғастырды. Мен ешқашан байлық сұраған емеспін. Балаларым аман болса болды дедім. Отбасым аман болса болды дедім. Палата іші үнсіздік басты. Сол түні Ержан ауруханадан шыққан соң мешітке барды. Көп жылдан бері бармаған еді. Бос орында ұзақ отырды. Өткен өмір көз алдына өте шықты. Ұрыс, балалардың көз жасы, Күләштің үнсіз жылаған сәттері. Сол жерде алғаш рет шын жүректен тәубесіне келді. Ертеңіне ауылға барған соң үйдегі қалған ішімдіктің бәрін төгіп тастады. Ескі достары шақырғанда бармады. Бұрынғы өміріне қайта оралғысы келмеді. Ал Айсұлу болса анасының жанында қалды. Бір күні ауруханада дәлізде отырған кезде қасында бір әйел жылап отыр екен. Сөйтсе оның да қызы ауыр жағдайда жатыр екен. Айсұлу оны жұбатты. Сол кезде өзі де түсінді. Қиыны тек өзінде ғана емес екен. Әр адамның өз қиындығы бар. Әр жүректің өз жарасы бар. Бірнеше аптадан кейін Күләштің жағдайы жақсара бастады. Дәрігерлер үйіне шығаруға рұқсат берді. Бұл жаңалық бүкіл отбасы үшін үлкен қуаныш болды. Бірақ дәл сол күндері Айсұлу күтпеген хабар алды. Оған бұрынғы танысы хабарласты, Дәурен туралы. Ал бұл хабар Айсұлудың өмірін тағы да өзгертуге жақын еді. Күләш ана ауруханадан шыққан соң отбасының өмірі аздап болса да түзеле бастағандай көрінді. Ержан бұрынғыдай емес еді. Таңертең ерте тұрып жұмысқа баратын, үй шаруасына көмектесетін, тіпті кейде Күләшке шай дайындап беретін. Мұндайды көрген Айсұлу таң қалатын. Бірақ оның жүрегінде әлі жазылмаған жара бар еді. Ол Дәуреннің сатқындығы. Бір күні кешке телефонына бейтаныс нөмірден хабарлама келді. Айсұлу, мен кездесші, маңызды әңгімем бар. Қыз алғашында мән бермеді. Бірақ келесі хабарлама келгенде жүрегі дүрсілдеп кетті. Бұл Дәурен туралы. Айсұлу ұзақ ойланды. Ақыры кездесуге келісті. Кездесуге келген адам Дәуреннің бұрынғы досы екен. Ол үнсіз отырып, біраз уақыт жерге қарады. Сен білмейтін шындық бар деді. Айсұлудың жүрегі қысылып кетті. Қандай шындық? Дәурен сені алдады, бірақ бәрі сен ойлағандай емес. Не айтқың келеді?
Әлгі жігіт ауыр күрсінді. Оның қарызы көп болды. Жаман адамдарға байланып қалды. Ақша табу үшін талай қателік жасады. Айсұлу үнсіз тыңдап отырды. Бірақ кейін ол істеген ісіне қатты өкінді. Сені іздеді, кешірім сұрағысы келді. Қыздың көз алдында өткен күндер келді. Жылаған түндері, үзілген армандары. Сенген адамының сатқындығы. Кеш болды, деді ол баяу. Сол кезде әлгі жігіт тағы бір жаңалық айтты. Дәурен ауыр науқасқа шалдыққан. Айсұлу таң қалып қалды. Не дейсің? Иә, қазір ем алып жатыр. Сондықтан сені соңғы рет көргісі келеді. Қыздың жүрегі екіге бөлінгендей болды. Бір жағынан өкпе, бір жағынан аяныш. Бірнеше күн бойы ол шешім қабылдай алмады. Ақыры кездесуге баруға келісті. Ауруханаға кіргенде төсекте жатқан адамды әрең таныды. Бұл баяғы өзіне сеніммен қарайтын Дәурен емес еді. Өңі қашқан, әлсіреген, көзіне жас алған адам еді. Ол Айсұлуды көргенде орнынан тұруға тырысты. Кешір мені. Осы сөзден кейін үнсіздік орнады. Мен саған көп жамандық жасадым. Бірақ мен күнде өкінумен өмір сүріп жүрмін. Айсұлу үндемеді. Көзінен жас шықты. Бірақ ол бұрынғы махаббаттың жасы емес еді. Бұл өткен өмірі мен қоштасудың жасы болатын. Мен сені кешірдім, деді ақырын. Дәурен көзін жұмды. Жылдар бойы көтеріп жүрген ауыр жүк түскендей болды. Айсұлу ауруханадан шыққанда көктемгі жаңбыр жауып тұр екен. Сол сәтте ол жүрегіндегі кек пен өкпені артқа қалдырғанын сезді. Бірақ дәл сол күні ауылдан суық хабар келді. Күләш ананың жағдайы кенеттен нашарлап кеткен деді. Айсұлу дереу жолға шықты. Ал оның алдында өміріндегі ең ауыр күндердің бірі күтіп тұрған болатын. Айсұлу ауылға жеткенде кеш батып қалған еді. Жүрегі бір жамандықты сезгендей дүрсілдеп тұрды. Үйдің алдына келгенде жиналған адамдарды көріп, аяғы дірілдеп кетті. Ол үйге жүгіріп кірді. Төсекте жатқан Күләш анасын көрді. Көзін әрең ашып, қызым, келдің бе? Деді баяу ғана. Айсұлу анасының қолынан ұстап жылап жіберді. Сол сәтте анасы үзілді. Бір адамның араққа тәуелді болуы тұтас бір отбасының тағдырын өзгертті. Балалардың балалығын ұрлады. Ананың көз жасын көбейтті. Шаңырақтың берекесін қашырды. Неге біз кейде өз қолымызбен өз өмірімізді қиындатамыз? Бұл әңгіме өмірден алынған үлкен сабақ. Отбасының қадірін жоғалтпайық, жақындарымызды бағалайық. Егер әңгіме сізге ой салса, арнаға тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздің әрбір қолдауыңыз жаңа әсерлі әңгімелердің жарық көруіне үлкен күш береді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.